Ассаламу алейкум қыздар. Қазір жаз мезгілі және үй жағдайында осындай шөлді басатын салқын гранат мохито жасайтын боламыз. Егер де рецептіні бірінші рет дайындайын деп тұрсаңыз, міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 2 сағатқа осындай мұз қатырып алу керек болады. Ол үшін ең алдымен бізге қайнатылған әрі салқындатылған су және анардың жарты бөлігі. Анардың сүйектерін осылай ажыратып аламыз. Необычный болу үшін мен осындай шоколадтың формасына салып жатырмын. Сіздер өз ыдысына салсаңыздар да болады. Қайнаған суды формаға толтырып 2 сағатқа морозильникке қоямыз. 2 hours later. Мұз дайын болды. Бізге керек ингредиенттер: анар сүйектері, лайм, мята қажет болады. Мен алдын ала осылай турап дайындап қойдым. Және кез келген дүкеннен табылатын анар соғы 1 литр газдалған, газдалмаған немесе 500 мг. Қалауыңызша алуыңызға болады. Маған осы халал түрі ұнайды. Мұзды осылай қатырып алдық. Ол бізге тек салқындату үшін және әдемілік үшін қажет болады. Ең бірінші анар сүйектерін ыдысқа саламыз. Ол сүйектерді негізі езген ыңғайлы, өйткені дәмі жақсырақ шығады. Бірақ маған өте ыдыс ыңғайсыз болғаннан кейін мен тек осылай салып қойдым. Айтпақшы, айта кетейін, сіздер қалауыңызша шекер, бал қосуыңызға болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Осылай жасағанда да қатты разница жоқ, дәмі сонда да керемет. Өзім мятаны жақсы көргеннен кейін ішіне 10 жапырақ салдым, не көп емес, не аз емес. Кезек лаймға келді, мен 3 дөңгелегін салдым. Мен бал мен шекер қоспағаннан кейін 500 мг-ның барлығын да құйдым. Негізі еш нәрсені қиынатпай өз қалауыңызша жасай берсеңіз болады. Барлық ингредиенттер кез келген дүкеннен оңай табылады. Және міндетті түрде газдалған су қосуды ұмытпаңыз. Енді бокалға құю үшін қатырған мұзды саламыз, 4 немесе 5. Ең бастысы қатты салқын болып кетпесін. Дайын мохитоны құямыз. Бокалға құйғаннан кейін дәмі жақсырақ шығу үшін мята, лайм міндетті түрде қосыңыз. Осылай әсемдеп алсаңыз да болады. Осымен мохито дайын, сіздер де жасап көріңіздер және басқа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз.